Мен бүгін бір туысымыздың үйіне бардым. Бауырлар жиналып, өткен кеткенді әңгіме қылдық. Сөз арасында менің де TikTok'тағы видеоларым жайлы да сөз болды. Не жайлы деп ойлайсыз? Әрине, ақша жайлы. Менің видеоларымның мағынасының бір тиындық құны жоқ олар үшін. Оларға қызық болғаны менің TikTok'тан қанша ақша табатындығым жайлы. Мен ешқандай да ақша таппайтынымды қанша түсіндіруге тырысып бақсам да, олар сенбеді. Сонда маған мынадай ой келді. Есеп қисапсыз бір жақсы іс жасау мына заман үшін шат нәрсе болып бара ма? Қалай өзі? Бүгін қарындасымның үйіне бардым. Шынымды айтсам, жүрегім ауырып қайтты. Баласын келініне айдап салып отырған енені көрдім. Ата-анаға баласының бақытын көруден артық не керек түсінбедім. Екеуін айырғандағы мақсаты не? 4 немересін жәутеңдетіп тірі жетім жасау ма? Не болмаса, өзі не қаласа соны жасата алатындығын дәлелдеу ме? Билік жүргізу ме? Заман азды ма, адам азды ма, не жетпейді осы адамға? Түсінбедім. Жарайды делік деген орындалды. Ұрыс-керіс болды. Баласы келінін ұрды. Енесі рахаттанды. Соңында ол ажырасты. Ары қарай не? Құдай басқа салмасын. Ажал айтып келмейді дейді. Аяқ асты о дүниелік боп кеттіңіз, құрметті ана. Жәутең деген тірі жетімнің көз жасы. Бақытсыз балаңыз, сорлап қалған келініңіз. Судың да сұрауы бар дегендей, сұрауы бар шығар бәлкім. Өткенде ажырасып кеткен бір әпкеміздің күйеуі, яғни бұрынғы жездемізді көрдім. Мұндай кездесу саналы адам үшін өте ыңғайсыз. Не айтарыңды білмей қалады екенсің. Әрине ол саналы жан үшін солай. Тым жақсы жігіт секілдеді, сөйтсем санасыз екен жездеміз. Әпкемізден бір ұл, бір қызы бар болатын. Солар жайлы сұрайма деп күткенмен жездеміздің әңгімесіне таң қалдым. Не айтты дейсіздер ма? 3 баласымен дайын әйел алғанын, 2 қабатты зәулім сарай салғанын, көліктерді нәзікше ауыстыратындығын айтып мақтанды. Әпкеміздің қиналып жүргенін, 2 баласының көздері мөлдіреп, әке мейіріміне зар болып, өсіп жатқанын көріп жүрген мен не айта алам? Жарайсың, азамат екенсің дедім де, ол жерден кетуге асықтым. Өйткені тынысым тарылды.